Бүгін 14 наурыз 2025 жыл. Міне мен қол өнерші, өнер адамы Аманкүл әпкеме келдім. Аманкүл әпкеміздің шеберханасындамын. Міне Аманкүл әпке. Міне кішкене тұмауратып қалса да, бірақ өнер адамдар ештеңеге бой бермейді. Наурыздарың құтты болсын, балам. Дендерің сау, өмірлеріңіз ақ болсын. Ауырмаңдар, барлықтарың аман болыңдар. Мен тілектеспін, қастарыңда болсам да, алыста болсам да, тілеулерің тілеп жүрем, балам. Көрісу күні екен бүгін. Солай. Ал енді ауырып отырсаңыз да өнер адам ештеңеге бой бермейміз. Сіз қандай өнермен айналысып жатсыз? Өнеріңізді көрсетесіз ба? Өнердің қайсымен әпкең айналыспады? Өнердің бәрі тоқу да бар, тігу де бар, шашақ та бар. Ана есіктегі шашақты көрдің ба? Мынау есіктегі шашақ, бұл киіз үйдің ішіне ілінетін, қазіргі тілмен айтқанда люстра болып тұр ғой. Міне мынандай шашақ, қандай моншақтармен, қандай әдемі. Мынау өзі жеке екен. Міне үш. Міне әдемелеп картонға әдемелеп сәндеп салып қойыпты. Көрмеге апарам деп дайындағам ғой, қайдағы көрме? Таза моншақтармен жасалыпты, қандай еді. Мінеки. Мына мойынға ілетін екен. Мынау бұлай болады. Бұны бұлай пайдаланса да болады. Сонан кейін бұны мынаусын бұлай неғысақ ұзарады, көрдің ба екі жағын? А егерде мынаусын, мына бұлай жылжиды. Мінеки. Мына біреуден сырғитын аның ішінен міне. Енді мынаны бұлай шығарып алсам да болады. Мынаны да шығарып алса болады. Сонда өз бетіменен болады мынау. Мына бәшейін бұлай ілінеді. Шашқа, шашпау қып тақса да болады. Шашпау қып тақса да болады. Қандай әдемі. Мінеки. Мұнамен бірге де істесе болады, бөлекті пайда қолданса да болады. Мені көрдің бай? Екеуін екі жаққа бұлайынан бейтіп қойса болады. Қандай әдемі. Моншақпенен мынау көк түсті, мынау көк. Көк түсті. Мынау жасыл түсті. Бұл да сол бөлек болып алынады мынау. Алыны істеледі. Алыналардың барлығы бұлар уже моншақсыз. Бұлар ешқандай моншақсыз таза жіптемейді. Жоқ, астын шашақта моншақ бар, бәрінде моншақ. Астында кішкене моншақтар бар. Бәрінің астында міне моншақтары бар, бәрінде де мінекей. Қандай әдемі. Бұлар да бөлек алынады. Мына жағынан шығарып алса, суырып алып, бөлек пайдалануға болады. Бұл енді сіздің бұрынғы дүниені қазіргі заманауи неге келтіргенсіз ғой? Дизайнер өзіңіз болып тұрсыз. Мына өз бетіменен бола беретін. Мойныңызға тағыңыз, ақыр алдыңыз. Мынаны бұлай өңірге байлау тағып, мына екі несін мына жерге бейтіп қоюға болады. Содан кейінгі мынау енді одан кейінгі істеген мынау касава. Бұның әлі шашағы дайын емес. Біз кестеменен тоқылған бәрі де. Мынау таза қыжым. Матасы мынаның таза қыбы қыжым кәдімгі. Китайский велюр емес, таза қыжым. Енді шашақтар мына жерге тұрады ғой? Шашақты мына жағына бұлай істеуге болады, бірақ та мұнда ойы көрінбей қалады да. Мен шашақты тек қана мына жерден бастап, артына ғана істеймін деген ойым бар. Мына өзімнің кимешегім білесің. Кимешектің жоғарғы жағына мынау шашақты алып, бұлайынан бейтіп істеймін ба деген тағы бір ой келді. Әдем болады екен ақыр. Көрдің ба? Әдем болады. Күшті болады сонда онда да. В общем, пландар көп, шама жоқ. Біртіндеп істейсіз. Ұршық иіріп атсыз ба? Өткенде бір ұршықты көрсетіп қалдыңыз ғой. Әрине қалай ұршықсыз. Мынау ұршық. Әкемнің шешесінің ұршығы. Орал әжемнің ұршығы мынау. Мынау тас. Таспен істелінген ұршық. Мінекей.
Мына ұршықты ауыл берекеден іздеп жүріп әйтеуір үйінен біреуін іздеп барып рисковать етіп қорқып маньяк па деп жалғыз басы бір еркектің үйінен барып әйтеуір жанымды шүберекке түйіп барып алған ұршығымның біреуі. Содан кейін тағы маған мына ұршықты маған Сағдат подарить етті мына ұршықты. Жаңа заманауи мына ұршық өте жақсы екен. Мына әнеугіне мынандай сыпыра істеген. Сыпыра. Мына. Мына 5-6 зуала қамыр сиятын аған. Ал бұғадан кейін бұлайынан жинап қоя салады. Күшті. Мынау камзол сатып алған камзол, бірақ жеңіне де істегенсіз ба? Жеңіне де істеген бұлай. Жеңіне де мынау. Күшті. Мен мұнаны қайда бұрыннан бастағам. Басқаша қып Таразда енді бізге сіз ғана болып тұрсыз. Тақия істедім, пано істедім, бізге істемен. Көкірекше істедім, Шолпанның қызына. Касабаны ойлап жүреді ғымын. Әнеугіне бір қолыма қыжым мата түсіп қалды. Тағы да әшен ойнап отырып істей салайын дедім да. Сөйтіп едім қызығып кеттім. Таза қазақы не болып тұр? Мұнауда біз кесте, мұнауда. Майдалап отырып. Енді қайда, бізіңіз қайда бұнаны тіккен? Крючок па? Кәдімгі крючок. Только жіңішке болса болды. Леш бұл бас жағы үшкір болса болды. Содан кейін ана тескен кезінде инені, крючокты ұстағанға байланысты. Бұлай тыға салып тартсаң, матаны жырып кетесің. Мата қосыла тартылады. А мынау жіпті ілген сайын 45 градус бүйтіп алып отырасың. Бүйтіп міне көрдің ба? Байқалмай қалады міне. Бүйтіп жұлып отырасың. Сондай әдісі бар. Бұған уақыт керек, қолды жаттықтыру керек. Сонан кейін елдер мынандай домалақ пәлсі заказ беріп жатыр. Мен домалақ пәлсі заказ берген жоқпын. Міне. Ананың жегі мынандай шүріп полоскасын істеу үшін касабаны. Мына екі ағашты бұлай бейтіп қойдымды. Мына ағашты мына шетінен, мына ағашты мына шетінен. Сөйттім да соған тарқып керіп тастадым да тоқи көрдім. Енді кимешекке біз кестеменен кестетіген. Қандай кілем дейсіз? Олимпиадаға шығарған кілем Москвада. Олимпийский мишканың кольцосы тұр ғой, қай жағында? Иә, тұр. Міне. Жерінде кольцосы бар екен. Міне. Домбыраның қасында тұр. Иә, ана тұр ғой, ана екі шетінде тұр. Иә, көрдім аға. Суамырбек жездемдер Жәмил әпкемен бірге әкеген. Солардан сатып алғам, ескерткіш болсын деп. Анау біреу таза күміс фарфор. Ол көкем Москвадан әкеген ананы. Таза фарфор анау. Шеті таза күміс. Көкемнің әкегені баяғы. Серік көкеміз. Москвадан мен Китай кезінде әкеген заты. Мынау домбыралар ана жезденің өнері ме? Домбыра ол жезденің әкеліп жүрген домбыраларды. Мыналарды міне жерді әкейлеп, сандық қойып, жүкті осындайға жинайтығын баяғыда. Зеркүл апам үйінде де бар етін осындай текше. Діл апа шапамның Апсамат атам үйінде де бар етін осындай текше. Нарымбет бұзып, мына жерді әдемелейім дегенде бұздырмай қойғам. Әкем мен шешемнің көзі деп бұздырмай қойғам. Сол кей тұр қой. Мынау столда сол көкемнің көзі. Сандықтардың бәрі? Сол сандықтар, апалардың сандықтары қой. Апаның сандық. Анау сіздікі қой деме жаңа? Иә, мынау сол ескі сандық. Мына Шолпан апам. Серкүл апам маған көрпі төсекпен бергендегі сандық. Қайсы? Мынау? Мынау ма? Аха. Серкүл апам көрпі төсекке сандық қосқан.
Жақын Мына екен. көрпе төсегің бәрі сіздің артыңыздан келген Ол ба? өзінің апамның берген көрпелері ғой, теріс жағын шығарып қойдым, ар жағы қыжым ғой бәрі де. Таза қыжымнан істелген көрпелер. Мыналар мойын жастық па? Не мыналар? Ол апамның істеген құрақ жастықтары. Мойын жастық дейді ғой сонда. Күшті. Узормен. Мынау шифонер сіздікі ма? Көкемдер берген, көрпе төсекке шифонер берген, сервант берген. Сервант арғытамда тұр. Мынау сол көкемнің берген шифонер. Міне абай екеуміз әңгімелестірміз. Міне Манчик Мәметова көшесі осындай. Ана Абайский переезді жауып, сол жаққа көпір істейін деп жатыр. Соған мына Манчик Мәметовадан өтіп жатыр машинаның бәрі. Бұл двухсаронный болып кетіпті. Міне мынау баяғы көршілер, міне мынау Күләштің үйі, Күләштің магазині, ар жағында мынау Эльмираның магазині. Мынаның бәрі өзгерген. Ана кімнің үйі ғана өзгермей тұр. Ой, бұл ана елканы кесіп тастапты ғой ана. Кім еді? Попов еді? Баяғыда естіп тұрмын, кеуіп қалды ғой. Попов, кеуіп қалды ма? Сол елкалар не еді? Сол үй ғана баяғы ескіден қалған үй болып тұр ғой міне. Міне осы ескі үй. Дарбазасы да бәрі. Сол кезде үлкен үй ұқсап көрінуші. Қазір ең кішкентай үй болып қалған. Міне машина деген масқара өтіп жатыр. Міне Аманкүл әпкеде таза ауа жұтып шықты далаға. Міне мынау Абдулланың үйі, мына Серік көкенің үйі. Ерте шығып кеткен ғой үйден. Көшеде кішкене отырайын деп.